жасымау керек, тек алға қарай қадамдау керек. Сонда өмір саған беретінін аямайды, төгеді, ит төгіп береді. Маған баға беріп қойған жұмыстан өлмеймін. Жұмыстан адам өлмейді. Жұмыстан қайта ләззат, энергия аласың, күш-қуат аласың. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен Әселмен бірге подкастында Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Түркістан облысы Шардара аудандық мәдениет сарайы көркемдік жетекшісі Кулиева Ұлжан Уаханқызы. Сізбен жүздескеніме қуаныштымын. Ұлжан ханым, ең алдымен өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Шардара ауданы Байырқұм ауылында 1965 жылы дүниеге келгенмін. Содан мектепті бітіріп, осы мәдениет саласының қырын сырын қалай таныды дегенде, біз кішкене ғана Байырқұм совхозының бірінші фермасында өстік. Бізде ауылда кішкентай клуб болатын, кішкентай ғана кітапхана болатын. Сол кітапханадан кітаптарды оқып, мектеп қабырғасында көркемөнерпаздар ұжымының үйірмесіне қатысып, домбыра тартып, солай үйреніп, бала жасымнан өнерге құштар болдым десем артық айтпаймын. Онан кейін мынау ол кезде біздің кішкентай кезімізде радио торабынан әндер берілетін, спектакльдерді кәдімгідей жаңағы хабар тарқатқанда соны үзбей қарап, тыңдап отыратын тұғым. Міне сол мектеп бітіргесін 2 жылдан кейін осы Шымкент қаласындағы Әл-Фараби атындағы педагогикалық мәдениет институтына ұйымдастырушы мамандығы бойынша оқуға түсіп, 1987 жылы мектеп бітіргесін Шардара ауданы, Шардара қаласына жолдамамен жұмысқа келдім. Осы сонда мәдениет сарайында жұмыс жүргеніңізге қанша жыл болды? Енді 1987 жылдан есептесек, бір кемі 40 жыл болды. Керемет. Осы уақыт аралығында қандай жетістікке жеттіңіз? Енді 1987 жылы келген кезде мен автоклуб меңгеруші болып жұмысқа қабылдандым. Содан 2 жылдай сол ол кезде Кеңес одағының тұсында жаңа малшы ауылдарға барып, үгіт пойызымен кино көрсетіп, сондай қызметтер атқардым. 2 жылдан кейін аудандық мәдениет үйінің әдіскері болып жұмысымды ауыстырғасын, өзіміздің сала бойынша ұйымдастырушылық, аудан көлеміндегі іс-шараларға сценарий жазу, ұйымдастыру, жалпы сондай жұмыстарды атқарып жүрдім. 1991 жылы Шардара аудандық мәдениет сарайының директоры болып 5 жыл жұмыс атқардым. Мүмкін сол кездегі аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі Рахманберді Айтбеков деген ағамыз менің ұйымдастырушылық қабілетімді байқады ма, айналайын, сен осы басшылық қызметке қалай қарайсың, үйіңмен ақылдас, директор сені сайлағың келеді, директор болып жұмыс атқарғаныңды қалаймын деді. Содан үймен ақылдасып, жаңадан оқу бітіріп келгенбіз, енді бір мекемені басқаруда оңай емес. Содан 5 жыл қызмет атқардым. Аудан көлеміндегі мәдени іс-шаралар, көркемөнерпаздар ұжымдарын ұйымдастыру, және мына бізде Шардара халық театры деген үлкен ұжым бар. Сол ұжымда жаңағы қойылған спектакльде рөлдерді сомдадым. Енді талай қызықтар болды ғой. Соның бірі мынау ауданымызда белгілі әнші, Қазақстан Республикасының
мәдениет қайраткері Бейсенбек Бибосынов деген ағамыз болды. Сол кісімен анау үйленгім келмейді деген бір спектакльде жаңағы ғашықтар рөлін сомдауым керек. Мен Ләйламын, Бейсенбек ағам Ернар жаңа қаладан келген, маған ғашық болу керек. Сол кезде сахнада жаңағы енді туған туысқанбыз ғой, екеуміз қолымызды бүйткізіп қойып жаңа ғашықтық образын кейпін сомдау керек кезде жаңағы бір жасай алмайсың ғой. Содан күледі ана қасымыздағы әріптестер айтады, сендердің образдарың шықпай жатыр деп. Сөйтіп талай ауылдық мәдениет үйлеріне, көршілес Арыс ауданы, Отырар аудандарына сол спектакльдермен барып қайтқан жағдайымыз бар. Солай. Енді осы мәдениет саласына бір ерекше екен, жан жақты болады екен адам, кез келген адамның өзі. Және осы уақыт аралығында қандай қызықтары болды, қандай қиындықтары болды? Енді біздің Шардара ауданы былтыр ғана 60 жылдығын атап өтті. Осы ауданымыздан Шардара топырағынан талай майталмандар, өнер адамдары, жаңа мемлекет, қоғам қайраткерлері шыққан киелі жер. Сол ауданымыздың енді туған жерім ғой енді. Туған жеріміздің мәдениетін өркендетуге үлес қосып жүрген жағдайымыз бар. Енді қызықты оқиғалар көп енді. Қайсысын айтсам да жарасады. Жаңа ең бастысы айтып өттім ғой, көп енді ондай оқиғалар. Енді аяқ астынан есіме түспей тұр. Ал біздің ауданның өсіп өркендеуі қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатыр деп ойлаймын. Бізде Түркістан облысы көлемінде өнерлі өлке, дәстүрлі өнер фестивалі болады. Сол фестивальде 23 жылы бірінші орын алдық. Бұл енді бірінші орын алу деген ол жеке адамның ғана үлесі емес, ол ұжымның, бірге жасап жатқан әріптестеріміздің қажырлы еңбегі, мәдениетке деген ыстық ықыласы, әрбір жеке әріптесіміздің, қызметкердің өнерге деген, өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігі, құрметі деп білемін. Биылғы жылы да өтті, міне. Біз биылғы жылы бір ерекшелік, үлкен қазақтың дәстүрлі бас киімі сәукелені апардық. Сол 2025 жылы Түркістан қаласында бұл сәукеле Гиннестер рекордтар кітабына енді 4,60 сантиметрмен. Биыл біз оның биіктігін 6 метр көлемінде жасап апардық. Ал енді бұл сәукеле жобасының авторы осы өзіміздің жерлесіміз, тігінші, қолөнер шебері Ақмарал Шаншарқызы Дауылбаева. Өте керемет. Сәукеле қазақтың ең басты киімі. Бұл сәукеле өмірдің жаңа бастауы. Әрбір қазақтың қызы сол сәукеледен жаңа өмірге қадам басады. Мысалы, қыз өмірдің бастауы, келін шаңырақты сақтаушы, ұрпақ жалғастырушы, ана ол қашанда қасиетті, сол ұрпақтардың жалғасы. Ана ұлттың ұйытқысы деп
бекерден бекер айтпайды. Міне сол ерекшелікпен біз биылғы өнерлі өлкеде әдемі бір қойылым жасадық деп ойлаймын. Керемет. Ал енді осы қойылымда қандай жетекшілік атқардыңыз? Бұл қойылымды қою үшін барлығын басқарып, актерларды дайындап өзіңіз істедіңіз бе? Енді мен 2014 жылы осы салада жүріп, тағы да Мәдениет сарайының директоры, екінші рет директор болып сайландым. Содан 5 жыл қызмет атқарып, жаңағы директордың орынбасары болып қызмет атқарып жүрдім. Құрметті Зейнет демалысына шығуыма байланысты көркемдік жетекші болып қазіргі таңда жұмыс істеп отырмын. Жаңа жоғарыда атап өткенімдей, енді тек қана менің қана емес, ол ұжымның ауызбіршілігі, ұжымның жаңағы көркемдік кеңестің жаңағы ұйғарымы солай болды. Тек бір адам ғана алға жүзбейді. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас деген. Бұл жерде де ұжымдық топтасу, ұжымдық сыйластық өте жоғары рөл атқарады деп ойлаймын. Ары қарай енді қазір жұмыс жасап келе жатырмыз. Бар білгенімізді өзімізден кейінгі жастарға үйретіп келе жатқан жайымыз бар. Әлі де берерім бар деп ойлаймын. Және де осы жас коллективке, жас ұрпаққа, мәдениет саласына енді қадам басқандарға осылай қандай қасиеттер бойында болу қажет? Енді адам шыр етіп дүниеге келгеннен ол бірінші тәрбиені отбасынан алады әрине. Менің өзім отбасым туралы да айтып өткім келеді. Әкем соғыс ардагері Олхан Құлиев, анам үй шаруасында жаңағы алтын алқа иегері болды. Жұмыс жасамаған менің анам, тек сол балаларды өсіру бағытында. Бірақ әкем соғыстан оралғаннан кейін осы біз дүниеге келіп, бір қуанышына айналған соң, үйге музыкалық аппараттар, жаңағы домбыра, баян, гитара, сосын кәдімгі ол кезде кішкентай радиолар бар ғой, пластинка қоятын. Сондайларды үнемі әкеп бізге үйреніңдер деп солай үйретті. Енді бұл отбасындағы тәрбие. Мектепке барғаннан кейін, жаңағы мектепте де ұстазымыз, үйірме жетекшісі, сол ағайымыз ары қарай бізді жетеледі. Енді институт қабырғасында мен сол іс-шаралардың қалай өтетінін ұйымдастыру жөнінде бағыт-бағдар алдым. Ал енді үлкен оқу орнынан келіп, осы Шардара ауданына келгенде мен тәжірибе жүзінде ұжыммен араластым. Адамға ең бастысы ол өзіне деген құрмет болу керек деп ойлаймын. Бірінші өзіңді құрметтесең, онан кейін өзін құрметтеген адам басқаға да үлгі өнеге көрсетіп, құрмет тұта біледі деп ойлаймын. Бізде қазір ең жетіспейтін нәрсе осы бұлай ойлағанда мен енді қазіргі балаларға қарап, олар өздерін де құрмет тұтпақты түгілі, өздерін бір бағаламайтын сияқты болып көрінеді. Ішкі жан дүниесінде ол бәрін біліп тұр, бірақ бұны мойындамайтын сияқты да. Қалай достарымен қалай араласу, мысалы ата-аналарына қалай қарау. Біз ата-аналарымызға
жанымыз ашып құрметтеп ол кісілер сәл бүйтіп қалса жаңағы не болды деп жаны ұшырып кететін тұғымыз. Қазіргі кезде бір осы көзқарас анша қалып баратыр деп айта алмаймын, бірақ біздің балаларымыз жас ұрпақ кішкене соған абай болса екен деймін. Жанашырлық таныту, құрмет көрсету, өзіне сыйластық, сонан кейін уақытты тиімді пайдалану деген қазір күнімен жүреді, түнімен ұйықтамайтын ұрпақ келатыр. Себебі ол түн адамға күш қуат беретін уақыт. Күндіз жаңағы сол түннен алған күш қуатыңды бойыңнан шығарып жақсыларыңа, достарыңа сондай көңіл бөлетін уақыт сияқты көрінеді. Енді ұжымда қалыптасып, осы 39 жыл болыпты енді осы салада, осы Шардара ауданында табан тіреп жұмыс істеп келе жатқанына. Енді әріптестеріміздің ортасында құрметтейді, сыйлайды, жасы үлкен деп. Рахмет әріптестеріме. Мен де өз кезегімде олардың қызметіне, былайғы жұмыстарына ризашылығымды білдіріп, еркелетіп отырамын. Ұрсатын жерінде ұрсып алатын кезіміз бар. Енді бәрі беске болмайды ғой. Жаңағы тарақтың екі беті бар ғой. Мына беті әдемі болса, мына беті сәл нашарлау болып қалса, кейін бірге ортақтасып, ақылдасып, бірге шешіп жататын жағдайымыз болады. Жаңа сіз айта кеттіңіз ғой, кішкентай кезінде ата-анам үнемі дәстүрлі аспаптар қалдырып кетеді деп, радио қалдырып кетеді деп, сол сіздің осылай бізде адам болып қалыптасуыңызға қалай әсер етті? Иә, жаңағы айтқанымдай, сонда ауылда электр энергиясы кешкісін 6-та жанады деді. Содан 12-ге дейін. 12-ден кейін өшіріп тастайды. Енді сол кезде қажеттілік болды ма білмеймін. Біз радионда, теледидарда бәрін сол уақыттарда тыңдап алуға тырысатын тұғымыз. Содан кейін есту қабілет, есте сақтауға, сосын газет журналдар келіп, қап-қап болып. Ауылға күнде кім қай пошташы тасиды. Бір Еркеқұл деген поштальон аға бар. Сол мотоцикліне қап қылып, жаңа газет журналдар Жалын, Жұлдыз, сонан кейін сол кездегі баспасөз газеттерін әкеп тарқатып кетеді. Оларды да күні түнді оқып, білмеймін, сол енді оқысаң адам боласың деп отыратын әкем. Содан сол бойымыздағы қасиетті ата-анамнан алдым деп өзім толық сеніммен айта аламын. И қазіргі ата-аналарға да кеңес беретінім, балаларға кішкене кітап оқытып, жаңағы кітап оқымайтын заман болып еді, бірақ оқитын бала қай кезде де оқиды. Өнерге, жалпы білімге жаны құштар, ойы таза, осындай балдар әрқашанда жұлдыздай жарқырап болып көрінеді. Әсел, мен қазір бір өзімді ерекше сезініп отырмын, себебі өзіңнің анаң Жанар ханыммен де мен біраз жұмыс жасадым. Енді бүгін келіп, осы Әсел сізден бір сұхбат алсыншы деп өтініш жасағанда шынында қуанып қалдым. Жұлдызың жарқырай берсін. Осы жаңағы журналист мамандығын таңдаймын, осы саланы өркендетемін деген талабыңа нұр жаусын. Қуанып отырмын. Бұл енді журналистер туралы да айтылатын сын көп,
қиын да, қызығы мол мамандық. Әр саланың, әр жұмыстың өзінің қиындығы болады. Сол қиындықтарды еңсеріп, сенде бір елге танымал журналист бол, баспасөз беттерінде жақсы мақалаларың шықсын. Кезінде менде Қазақстан пионері деген Фариза Оңғарсынова басқаратын жаңағы газет бар ғой. Сол газетке де арасында өлең жазған да кездерім болған, сондай бір қызықтар болған. Бірақ сонда құрметті Ұлжан, сен әлі оқуың керек, ары қарай дамуың керек, мынандай ұйқастар болады деп жазып жіберетін міне. Фариза Оңғарсынова? Фариза Оңғарсынова Қазақстан пионері газетінің редакторы болған. Ілгеріде ғой, енді біз мектеп қабырғасында жүргенде. Сол сияқты енді мен журналист болам деп ойладым ба, ақын болам деп ойладым ба, бірақ өнердің осы жаңағы ұйымдастырушылық саласын таңладым. Мәдениеттің ішінде келеді. Мені 40 жылдан бері байқалса, келесі жыл 40 жыл болады екен. Солай. Ал енді былай қарасақ, армандасақ, қазіргі мүмкіндік болғанда өзіңіздің мамандығыңызды өзгертер ме едіңіз? Мен мүмкіндік болмайтынын білем ғой, бірақ армандаған әрине алға жетелейді, армандау. Мен енді мамандығымды ауыстырам деп айта алмас едім. Осы салада өзімді барынша жаңағы алға жетелегеніме, осы күндердің жетістігіне жеткеніме ризамын, Құдайға шүкіршілік. Әлі де бір салада жұмыс жасай берем деген ойдамын. Мамандыққа деген махаббат жеңеді ғой. Әрине. Болашаққа қандай мақсаттарыңыз бар? Енді болашақ әрқашан алда ғой. Қазіргі таңда жұмыс барысында біздер жақсы Шардара халық театрымен жақсы бір спектакльдер қойсақ, алдағы жаңағы ауқымды концерттер берсек деген ниетте болып отыр. Енді жеке барысында сол әрбір күнімізге шүкіршілік ете отырып, жақсы бір табыстарға, отбасылық қуаныштарға кенелгіміз келеді. Амандық болса, жақсы күндерде жолығуды нәсіп етсін. Қазіргі өз болашақ саласын таңдауда қиындықтарға кездескен жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Қазіргі жастар енді өзіңіз айтқандай бар құмарлығы телефонда болып жатыр. Көбісінікі кітап дегенді мүлдем оқымайды. Сондай жастарға қандай ақыл айтар едіңіз? Қазіргі жастарды кінәлауға да болмайды. Бұл заман ағысы, алға қарай даму, жылжу, 21 ғасыр дейді. Енді мамандық таңдағанда әрине жаңылмау керек, жүрек қалауымен жасау керек деп ойлаймын әр нәрсені. Егер қиындық кездескенде, қиындық адамның өмірімен, адамның алға жасампаздығының алдында түкке де тұрмайтын мәселелер. Енді телефон әрине жетістігі дедік қой, жағдайын қазіргіде жаңағы телефоннан ажырамайтын ұрпақ пайда болды деп енді біз емес, біз сарапшылар айтып дабыл қағуда. Бала, тұлға, азамат ол бәрін сезінеді, ұғынады. Өзіне қажеттісін алады, өзіне қажетсіз емесін жолдан ысырады. Сондықтан әрбір қиындық кездескенде әрине бірінші байыптылық, сабырлылық сақтап, алға жолды тоқтатпау керек. Жастарға сену керек, сенеміз,
мен жастарға сенемін деп бекер айтпаған ғой енді Маржан Жұмабаева. Бізден алға жылжып дамып баратқан жастарға сәттілік тілеймін, өмірден қателеспеуін тілеймін. Өмір бір-ақ рет қана беріледі. Сондықтан мамандық таңдаудан, алдағы өмір соқпағында келетін қиындықтардан қажымай алға өте берулеріне тілектеспін. Рахмет. Айтқаныңыз орындала берсін. Бұл айтқан ақылыңыз осы жастардың құлағына жетсін. Ал енді үнемі кеңес беріп отырасыз, өзіңіздің балаңызға, немереңізге осы кеңестерді айтасыз ба үнемі? Енді менде мүмкіндігінше беріп отырамын. Қазір айтып, кішкентай кезімде айтамын, мама, апа қойыңызшы, білемін, өзім білемін деп сөйтетін. Қазір де жаңағы өзім білем деген кезде дауыс көтеріп, жаңа сөйлеп ататынымыз бар ғой. Бірақ бәрібір айтылған сөз құлаққа жетеді ол. Біртін болмасын біртін. Сол сияқты ұғып жатса нұр үстіне нұр. Жаңа сіз айта кеттіңіз ғой, сіздің әкеңіз соғысқа қатысқан деп. Сол ата-анаңыз туралы тағы да айтып кетсеңіз. Әкем Қойлыұлы Уелхан 1921 жылы туылған. Содан 40-шы жылы жаңағы неге армияға аттанады ғой. Ол кезде әскери борышын өту 3 жыл. Сол 3 жылдық әскери борышын өтеуге кеткеннен кейін 41-ші жылы соғыс басталады. Содан әкем соғыста 6 жыл, 40-шы жылдан 46-шы жылы соғыстан аман-есен оралады. Өзі отбасында бір ұл болған. Сонда әжеміз ардақ жаңағы күні түні Құдайдан тілеп отырмыз. Жалғызымды Құдайым аман-есен келтіре көр деп. Содан жаңағы әжеміздің ақ тілеуі орындалып, әкеміз соғыстан оралған. Қазір мынау Арыс ауданы Аққала елді мекенінде Қойлы Уелхан көшесі бар. 2007 жылы көше аты берілді. Сол ауылда өзім үлкен ағам тұрады отбасында. Енді әкемді өзім пір тұттым, өте жақсы көрдім. Мені еркелетіп жаңағы Боқсары дейтін ол кісі. Боқсары дейтін. Одан күлдіріп жаңағы бүкіл ауыл, әкеңнің Боқсарысы деп сөйтіп, менің атым Ұлжан деген атым ұмытылып қалып кететін. Боқсары енді. Содан институт бітіргеннен кейін Ақсары болады дейтін. Институт бітіріп Ақсары бол, осы Шардара ауданына келгеннен кейін. Сосын солай қалыптасты. Онан кейін ел билейді дейтін. Сол сөзі маған берген әкемнің жаңа сыни көзқарасы шынымен де орындалды. Кішкентай кезде жалбыраған Боқсары болдым, одан Ақсары, одан кішкене енді дамып, қазір сол кісілердің жасына да келе жатырмыз. Ұзақ жас келсе, Құдайым өмірдің қызығын көріп, Құдай қаласа, дос-жарандарымыздың ортасында, отбасымыздың ортасында жүре бергім келеді. Дүние шіркін тәтті ғой. Жаңа айта кеттіңіз ғой, ағам бар деп, сонда сіздер үй ішіңізде неше бауыр болдыңыздар? Біздер 3 ұл, 6 қызбыз. Енді 9 болды. Міне 9-дан ең үлкен ағам қайтыс болды. 8-іміз қазір осы еліміздің облысында әр ауылда тұрып жатыр, жағдайлары жақсы. Бұл әлем бауырмен қызықты. Бауыр керек, адамға бауыр керек деп атады. Сондай
алдымда 5 әпкем, 2 ағам, Ең артымнан кішкентайсыз ғой. ерген, иә, кішкентай. Әлі күнге дейін 5-ке бөлейміз деп еркелетемін ғой. Інім бар. Ол інім өзі келесі жыл Құдай қаласа 60-ты еңсереді екен мінекей. Құдайға шүкіршілік, бауырларым аман болсын. Отбасымда көп балалы болғаным әрине өте керемет. Жақсы, көп балалы болған керемет деп ойлаймын өзім. Сондықтан жастарға, мына келіндерге айтарым, көбейе беріңдер, қазақтың демографиялық өсуіне үлес қосыңыздар. Қуаныштымын. Мынау мәдениет саласында таңдауыңыз, өзіңіздің таңдауыңыз болды ма? Әлде сіздің бір қазіргі сөзбен айтқанда кумиріңіз, бүйтіп еліктеген адамыңыз болды ма? Енді өзім таңдауым болды. Мен осы өнер жағына барайыншы, әрине қызықтым. Сол ауылда тұрғанда жаңағы спектакльмен осы ауданнан барады ғой енді. Осы жаңа Бейсенбек Бибосынов, Қадиша Мұсатбекова деген термеші апайымыз біздің ауылдан шыққан. Сол кісілер барып концерт қояды, кино қояды. Жаңағы сенсеңіз, үйдің сыртында ақталған жерге ақ матаны тұтып жіберіп, кәдімгі кино аппаратпен сол кездерде фильмдер, кинолар чекіп көретін тұғымыз. Спектакльмен баратын жаңағы. Сол кезде мен сол өнерге қызықтым десем де болады. Қадиша Мұсабекова апайымыз осы Шардара қаласында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Оның бер жағында ол кісі жаңағы халық әртісі Арифолла Құрманғалиевтің шәкірті. Батыс өнерінің биік шыңы термесі қайсы. Міне сол стильде орындайтын бізде Қадиша Мұсабекова деген апайым өмір жасай берсін, өнер өрлей берсін. Ол кісі туралы да ұлттық мұра жаршысы деген деректі фильм түсірілген болатын. Ол кезде Қадиша, біз кішкентай кезімізде апайымыз Алматыда оқиды. Сонда ауылға келеді. Ауылға келгенде Қадиша апа кепті, Қадиша әпше кепті деп естейді. Мені жібереді, жаңа Қадиша апамды шақырып келіп, әкем таңға дейін жаңағы етті астырып қойып, өлеңдерін тыңдайтын. Сол кісінің өнерге, енді әкемнің өнерге ғашықтығынан маған да келген-ау деп ойлаймын да. Ешкім таңдауы болған жоқ. Енді мен анау айтқан деп қызықтым мына кісіге деп айта алмаймын. Себебі мен әнші болған жоқпын, бірақ өнер саласындағы ең қызықты да қиын сала ұйымдастырушылық саласы, сценарий жазу, жаңа кішкене басқа да жұмыстар көп қой енді. Әр саланың өзінің қиындығы бар. Міне, сол кісілерден бір жаңағы өнерге деген жақындық маған берілген шығар деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Ал енді өзіңіздің жұмысыңыздан басқа қандай хоббилеріңіз бар? Бос уақытта не істейсіз? Мен енді бос уақытта сәл осы киім тіккенді жақсы көремін өзім. Бір-екі нәрселерді, ескілерді жаңартып, жаңа отбасында қыздар болдық қой, 5 әпкем бар дедім ғой. Сонда 5 әпкемнен бізге анша киім кие бермейді, жаңа киім. Сол 5 әпкемнің қалған киімдерін жаңағы өзгертіп, басқа формада, ана жеріне басқа бір нәрсе қосып, сөйтіп кішкентайымнан сол тігін тігу жағына өзім қызықтым, мен хоббиім дейді. Әзірде бір көйлектерді мысалы басқаша қылып келтіріп тіккенді қолым босаған кезде сол тігіншілікті ұнатамын. Бірақ біреуге киім тігіп көрген жоқпын. Тек қана өзіме бір маталар ұнаса қиям, әйтеуір пішуді де біле бермеймін. Былай қиям, былай қиям, әйтеуір көйлек шығады, әйтеуір басқаша, ерекше болған жақсы көремін, ешкімде жоғын.
сол тігіншілік Мгм. хоббиім бар енді. Басқа арасында гүл өсіріп қоямыз, әйтеуір үй гүлдері, сондай қызығушылығым бар. Домбыра қызығушылығым жеке, домбыра бала жастан тартамын. Мына карантин кезінде осы баян бар ғой, гармон, баян, сырнай дейміз ғой. Сол сырнайды үйреніп алдым. Гитараны да бала жасымнан тартамын, пианиноны да тартамын. Енді өз бетімше үйренген осындай қызығушылығым бар. Енді болашақта кішкене қобызды үйренсем ба деп жүрмін. Қобыз да кәдімгі қыл қобызы бар, пряма қобыз бар. Осы ауданда өнер мектебінде ашылған екен. Соған жазылсам ба деп қоямын да, бірақ енді жасы 60-тан асқан оқушы болған қалай болады екен деп қоясың да, бірақ үйренуге, оқуға ешқашан да уақыт кеш болмайды деймін. Үйрену керек, ұмтылу керек. Жақсы, керемет. Ал кейбір адамдар, үлкен кісілер, тіпті жасы 20-30-дан асса да болды, менің енді ешнәрсе үйрене алмаймын, миыма үйренсем де кірмейді деп жатады ғой. Соларға не дер едіңіз? Енді үйренуге ешқашан ешнәрсе бөгет болмайды. Үйрену керек, талпыну керек, жасау керек, көру керек. Бір болмай қалса, артқа қайтпау керек. Тек алға жүру керек. Бәрін жасайсың, адамның қолынан бәрін нәрсе келеді. Оны енді күнделікті өмірде де көріп жүрміз. Сәл қиыншылыққа мойып, мысалы, артқа қарай кетіп жатқандарды, енді өмірде көп нәрсені естисің ғой. Жасымау керек, тек алға қарай қадамдау керек. Сонда өмір саған беретінін аямайды, төгеді, төгіп береді. Тек оған жаңа сенің уақытыңмен, қажыр қайратың, ақыл ойың, парасатың алға қарай жетелеп көмегін беру керек. Ол нәрселер, жаңа айтылған нәрселер көмегін беру үшін қандай болу керек? Ол сен кәдімгі салауатты өмір салтын ұстанған, көзі қарақты, ойы ашық, жүрегі жарқын, денесі ыстық, мықты тұлға, адам, өнер, кәсіп иесі болуың керек. Керемет. Ал енді сіз әкеңіз өнерге ынтық болған адам дедіңіз. Сізден кейін де өнер, мәдениет саласын қуған адамдар, балаларыңыз, қыздарыңыз бар ма? Жоқ, өнер саласына менен жоқ, бәрі өнерлі бізде. Бірақ өнер саласына мен ғана келдім. Басқалары мұғалім, жаңағы бизнес саласында жұмыс жасап жатыр. Тек мен ғана сол. Енді ешкім бұл өнерді қумады. Өнер жол қиын жол. Даңғылда даңғыл жол, бұралаңы көп. Кейбір кезде тауып жаңағы тапсаң әдемі жол көресің, таппасаң жаңағы не дейді, тупикке тірелесің. Кейбір кезде менің өзім туысқандарым айтып жатады, бұл дейді жұмыстан өлген дейді. Мен өзім жұмысым жақсы көремін ғой. Кейбір кезде мереке күндері жұмыс істеп жатамыз, мысалы, өзіміздің жұмысымызға байланысты. Бір жерлерге мереке күні, той, мысалы, басқа бірдеңелер ұйымдастырып қойса, туған туысқанда, мен әрине барамаймын. Сондықтан оларға алдын ала ескертемін. Мереке күндерге, сондай күндерге қоймаңыздар, мен ол күні барамаймын десем, маған баға беріп қойған жұмыстан өлген. Жұмыстан адам өлмейді. Жұмыстан қайта ләззат, энергия аласың,
күш қуат аласың. Сондықтан әркім өзінің жасаған жұмысын жақсы көру керек, құрметтеу керек. Ал енді жұмыс таңдағанда көптеген жастар былай қарасаң, тіпті 9-шы сыныпта мамандық таңдау қажет болады. Ол кезде бір 13-14 жасар. Енді олар жұмыс түгілі өздерінің ішінде не болып жатқанын білмейді ғой. Сондай кейін енді сіздің балаларыңыз уже жұмыс істеп жатқан шығар? Менің қызым қазір оқиды заңгерлікте 2-ші курстан, енді 3-ші курсқа өттік қой. Бір қызым бар. Енді мамандық таңдап, ол заңгерлік жаңағы осы құқық саласында өзінің бағын сынап көрмекші, талабы оң болсын деп. Сол басқа да мысалы інімнің қыздары, балдары оқу мамандық таңдап отыр ғой, мынандай болғым келеді, біреуі дәрігер болып оқып жатыр қазір, біреуі жаңағы тағы қайсысы қазіргі мамандықтардың аттары да өзгеріп кетті ғой көбінесе. Заман өзгерді, жаңа мамандық пайда болды. Солай әр салада өздерін көрсетсе, болашақтар жарқын болса деп тілек айтамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жұмысыңа сәттілік тілеймін. Енді жаңағы сендердің тілдеріңмен айтқанда подкаст деп қажеті болса алсын, жастарға жарап атса, қажетіне жараса, видео қуаныштымын. Ал Әселжан, айналайын, жақсы жетістіктерге жете бер. Сен де бір үйдің тұңғышы үлкенісің ғой енді. Артыңнан ерген інілерің бар, сіңілілерің бар. Құдай қаласа сен де жаржап, үлкен әулеттің мақтанышы бол. Журналист болғың келеді деген талабың іске аса берсін. Егер де журналистерде басқа мамандықтар бар, әлі де әр саланы алып жүрген, жүргізуші деген, мысалы, тележүргізуші болып, сен теледидардан көріп отырайық, жақсы білем. Суретте де жақсы саласың. Суретші болып кетсең де әлі кім біледі енді. Бар өнерге барлығы да осы журналистика, өнер, барлығы бір қоғамдас апалы сіңілі сияқты мамандық бар ғой. Сондай өзіңді ұштастырып таныта бер. Тәжірибе жинақта. Жақсылық тілеймін. Аман бол, жарқырай бер. Сені жұлдыз ретінде мақтаныш ете берейік біздер. Рахмет. Айтқаныңыз келе берсін. Менің подкастыма қонағың болғаныңыз үшін рахмет. Осымен бізге берілген уақытта тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жақсы, аман болыңыздар. Сәттілік тілеймін бәріңізге.